Бәріне сәлем, сіздер бүгін Мираның каналындасыздар. Бүгін бізде мини-влог болады. Мен бүгін салонға барайын деп жатырмын, шашымды бояймын, шашыма прическа жасаймын, ары қарата маникюрға барамын. Мен уже дайындалып болдым, ендеше бірге кеттік салонға барайық. Мен уже салонға келіп қойдым, мына салонның іші өте әдемі, өте уютный екен, ал енді кеттік прическа жасайтын боламыз. Біз ең әуелі шашымызды жуамыз, одан соң барамыз прическаға. Мен басымды жуып болдым, ал енді прическа жасайтын боламыз. Мен уже салоннан шығып қойдым. Міне шашым осындай күшті болып тұр. Ол салоннан мен шашқа арналған уходты заттар алдым. Ал енді мына жерге маникюрға кіретін боламыз, өйткені менің уақытым таяп қалды. Маникюрімді жасатып болдым, ал енді педикюр жасайтын боламын. Міне мен салоннан шықтым, ол жерде мен өзіме лак сатып алдым, сондай үйде жасауға арналған лактар сатып алдым. Ал енді обед болып қалғандықтан мен осы жердегі жақын кафешкаға кіретін боламын. Достар, мен уже заттарымды заказ беріп қойдым, обед. Ал оған дейін мен сіздерге осы кафешканың ішіне обзор жасағым келіп тұр, өйткені мына сұлулықты көрсетпеске болмайтын сияқты. Ең әуелі осындай 2 адамдық болып келіп отыруға болатын жерлер бар, 1 адамдық отыратын жерлер, немесе 2-3 адамдық отыратын жерлер бар осындай. Содан соң осындай кофе керекті заттарды сатып алсаңыздар болады, кофе немесе оның ыдыстары сияқты. Содан соң осы жерде касса бар. Ол жерден сіздер өздеріңізге түрлі сусындар, салқын кофе немесе ыстық кофе, содан соң түрлі милкшейктар, және де осындай тәттілер, және де неше түрлі тағамдар, сэндвичтер сатып алсаңыздар болады. Және де осы кассадан ары қарай жүретін болсақ, бізде осындай 1 адам болып отыруға арналған жерлер бар. Одан ары қарай жүрсек, 4-5 адам болып келсеңіздер де болатын жерлер бар, яғни отыруға болады осы жерде 4-5 адам болып. Және де осындай 2 адамдық отыратын жерлер бар. Және де сыртта да орындар бар, осындай 1 адамдық отыратын орын, және де осындай диваны бар, ол жерде отырып кофе ішсеңіздер болады, немесе жейтін заттарыңызды жесеңіздер болады. Короче, летник мына жер. Мен летникте отырғым келген жоқ, өйткені дала ыстық болып тұр. Бұл жерде әсіресе жазда кешке отыру керек. Міне, короче, мынау кафенің іші өте таза, өте әдемі, уютный жер екен. Мына жерге келіп, тыныштығынан сабақ дайындасаңыздар да болады, немесе компьютермен жұмыс жасасаңыздар болады, өйткені мына жер өте тыныш, сіздерге ешкім кедергі жасай алмайды. Міне достар, уже менің обедім келіп қалды. Мен өзіме осындай лаваш заказ бердім, потом круассан алдым, и осындай клубничный милкшейк алдым, және де круассанмен бірге ішуге айс латте алдым. Осының барлығы маған $9 шықты. Қалай ойлайсыздар, арзан ба, әлде қымбат па? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Достар, мен уже кафеден шықтым. Осындай кафеден қыздарыма обед алып алдым. Достар, мен уже үйге келіп қалдым. Үйге келіп шаршап тұрғандықтан мен ұйықтап қалдым. И қыздарыма обедтерін бердім, алып келген заттарымды. Ал енді мынау уходовый заттарға распаковка жасайтын боламыз. Ең әуелі бұл уходтарды айта кетейін. Бізге бұл уходтар өте қатты маңызды, өйткені шашты бояғаннан кейін шаш бізге өте қатты күтімді қажет етеді. Егер күтім жасамасақ, шашымыз құртылып кетеді. Мен осындай 2 шампунь сатып алдым, маған және де Ирискаға. Содан соң осындай 2 шампунь и осындай 2 бальзам алдым, маған және де Ирискаға. Содан осындай кондиционер ма, маска ма, сондай, короче. И потом осындай спрей для волос алдым. Бұл күтімдердің пайдасы өте керемет екен. Сосын осындай лак сатып алдым. Лак жаңағы маникюр жасаған жерден өзім үйде маникюр жасай беремін деп, осындай ақшылдау, молочный сияқты түсті лак. Содан соң бізде осындай розовый лак бар. Потом андай кішкене қызғылтау, тоқ розовый түсті лак бар, және осындай лакты өшіруге арналған ватный диск бар.
ал енді төмен түсіп қызыма алған заттарымды беретін боламыз. Міне достар, мен қызыма заттарын беріп қойдым, оған өте қатты ұнады. Осымен біздің мини-влогымыз аяқталды. Егер влог ұнаған болса, лайк жазып, коммент жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Егер сіздерден қаншалықты көп актив болса, менен де соншалықты көп қызықты влогтар, челлендждер, қызықты видеолар болатын болады. Осымен менің влогым аяқталды. Ұнаған болса, сау болыңыздар.